Сәлем барлықтарыңызға, менің атым Олжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мына қуыршақтың басының, құлақтарын, мұрнын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал қазір құлақты бастаймыз. Ол үшін біз мынандай кружочек аламыз. Бес столбик тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Соединительный столбик и воздушная петля. Мынау дөңгелекті қатты тартамыз. Бізде осындай құлақ дайын болды. Дәл осылай екіншісін жасаймыз. Мынау дайын. Мен мынау қуыршақтың басын кеше тоқығанмын. Заказ берген адамның қалауы бойынша көз болмасыншы деді. Енді мынау құлақ, тоқылған құлаққа мынау артылған жібіне ине өткіздім. Және мынау құлақтан кейін 8 санаймыз. Мынау құлақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы жерден тоқып бастаймыз. Осылай. Инені шығарамыз. Мынау екінші жібіне инені кигіземіз. То есть инеге жіпті. Құлағы дайын. Дәл осылай екінші құлақты тігеміз. Екі құлағын тоқып бітірдік. Мынаның ішіне жақсылап наполнитель саламыз. Барлық жеріне равномерно жету үшін. Алды, арты жақсылап қараймыз. Мына жеріне специально белгілеп қойдым, мұрын деп. Мына екеуіне бірінші көз, мына екінші көз. Заказ беретін адам көздер болуын қаламады. Сол үшін бұл кукланың көздері болмайды. Енді
көз, мына мұрын. Мына палочка для суши. Мынау кукламыз тоқылып қойған. Мынау табан алдыға қарайды. Мынау алды. Мынау мойынның айналасы бос болып қалмас үшін мыналарды жақсылап саламыз. Дәл мынау мойынның айналасына. Мынау мойынның айналасы да тоже толық болу керек. Мынау палочка, китайская палочканы саламыз. Өйткені мынау басын ұстап тұру керек. А то мынау басы құлап қалуы мүмкін, қисайып. Осы палочка салынып тұрған кезде мына жерлерін жақсылап толықтырамыз. Инені жіпке өткізіп алдық. Мынау басы, мынау басына дәл сәйкес келу керек. Мына жерден бастап тігіп бастаймыз. Мына жерден шыққан. Былай. Biz mынаны тоқып бітірдік. Мынау мұрны, мынау көзін тоқымаймыз. Мынау құлағы. Енді шашын тоқып тігемін. Мынау қастарын жасамаймын. Ернін де білмеймін, пока жасайын ба, жасамайын ба. Шашын жасаймын, киімін жасаймын. Мынау аяқ киімін, артық жіпті инеге өткізіп, мынау аяқ киімін ішіне салып бүлдіртпей тігіп тастаймыз.
мынаның ұзындығы 40 сантиметрдей болады.